Ертең по-любому саламыз. Біртіндеп келсеңдер айрам ғой. Оп-оңай екен ғой әкесі. Әкең болған кезде оп-оңай бәрі. Балам, не істеп жатсың? Менің бабам неге жоқ? Тірі ме өзі? Неге осы папа жайлы сұрақ қойсам, я кетіп қаласыз теріс айналып, я вообще жауап бермей қоясыз. Менің бабамның басқа семьясы бар шығар. Или басқа баласы бар ма? Балам, бұл әңгімені қозғамай қояйық, иә? Неге? Мен қозғайтын жасқа келдім ғой. Или іше ма? Наркоман? Или игроман ба? Кім өзі мен папам, хотя бы соны білейін да? Жарайды, жақсы. Сенің әкең, сен айтқандай, игроман, наркоман немесе алқаш емес. Сенің әкең профессор. Профессор? Ғалым. Білім жолын қуған адам. Ол білікті химик. Қазақстанда номері 1 болды. Оның жұмысына барлығы қызықты. Басеке, бүгін күні ақшасын бересің ме? Жұмыс істедің бе не сен бүгін? Бол! Соғанда сотқа шықып жатасың. Той ұйықтап жатсың. Болды, ақша жоқ. Боссың. Ол бір ғана отбасыға емес, өзінің еңбектері арқылы адамзатқа пайдасы тигенін қалады. Әрине, менің рұқсатыммен. Бірше, адамзатқа пайдасы жоқ адам екенсің. Құрыш бар. Сөйтіп, оны Америкаға жұмысқа шақырды. Сонда менің әкем танымал ма? Енді танымал болғанда... Иә, танымал. Адамдар танып фотоға түседі. Кейде көп танып кеткенде шаршап тығылып жүретін. Ай, көріп қойдым. Бер кел. Квартираның кілтін ауыстырайын деп келдім. Қалай сәте? Тәте, бүгін айлық түсу керек еді, түспей қалды, сол ертең берсем бола ма? Ертең деп сен әбден шаршаттың бар ғой. Шаршадым мен сенің ізіңнен аңдып. Тәте, түсініңізші енді. Жұмыстан шығып қалдым, айлықта түспей жатыр. Оның үстіне доллар қымбаттап кетті ғой. Мен сенен доллар сұрап тұрмын ба? Үйдің ақшасын төле, болмаса шығасың. Ертең точно беремін, тәте. Жарайды. Ертең болса ертең болсын, бірақ соңғы рет. Рахмет, тәте. Рахмет. Сау болыңыз. Білесің бе, балам? Әкеңнің атақтары да көп. Қазір Америкада диссертациясын қорғап жатыр. Ол 2016 жылы Нобель сыйлығының лауреаты болған. Иә, сенің әкең осындай. Рахмет. Ерке, балам. Мен отбасымда жалғыз баламын. Анам жеке кәсіпкер. Ал әкем бүкіл адамзатты ойлайтын атақты профессор. Я, ол біздің жанымызда емес, шетелде. Бірақ Қазақстанға келіп менімен кездесетініне 100% сенімдімін. Мен әкемді қатты жақсы көремін. Ерке, балам тұра ғой. Сабақтан қаласың. Ерке, тұр.
жарық жөндеу керек еді. Көңілім жақсыла салды. Не? Не болып кетті? Салам, брат. Қалайсың, жақсысың ба? Брат, сен алдында алған қарызды қашан қайтарасың? Қанша ай өтіп кетті ғой уже. Қайтарсыш? Қалай жүресіңдер біреуге қарыз болып? Осы біздер біреуден қарыз алсақ, вообще құтай алмай қаламыз ғой қайтарғанша. Жіберші, маған срочно керек болып жатыр. Қас, әңмен берген ақшаны оқып кетті ғой. Алған 500 теңге қазір салып жіберіп, бұдан кейін көзіме көрінбей түсіндің ба? Өсіп етпесең қайтармайсыңдар ғой. Балам, менің саған керемет жаңалығым бар. Қандай? Білесің бе, әкең осында Қазақстанға келе жатыр. Әкем? Шынымен ба? Жұмысшы? Жоқ, қалай ол? Жоқ, шынымен ба? Шынымен диссертациясын қорғапты. Барлық ғылыми кітаптарын жазыпты, енді демалысқа осында Қазақстанға келе жатыр. Мә, күшті. Қарызға берілмейді. Салта, не болды саған? Есептей берші. Жағдай баяғыдай емес. Ақша бар, шүкір, жұмыс бар. Уақыт жоқ десейші. 520 теңге. Пакетті алып тастай бер. Пакет тегін. Берін. Салта 20 теңгесін жазып қоясың ба? Төле. Алло, Алия, сәлем, қалың қалай? Осы сонда барлық адамдардың ақпараттары бар ғой, О, тіптен жақсы. Маған ақылдың данныйын алып бере аласың ба? Телефон нөмірін. Дай сақтасын, жоға. Қойш, қайда қосылған. Саған кейін айтып берем. Алып берші, өтінем. Рахмет. Жақсы, сау бол. Ал әкем шетелде жұмыс істейді. Ол өте мықты. Англияда клубника терем, а? Умаш қайда Англия, Кореяда стройкада жұмыс істейді шығар. Типа прикол ұстап тұрсыңдар ма? Енді өзім айтайын, я? Менің әкем профессор, білікті химик, Нобель сыйлығының лауреаты. Америкада ғылыми еңбек жасап, Қазақстанға келе жатыр. Мәссаған, бұған дейін неге айтпағансың? Просто мақтанғандай боламын да. Міне балалар, көрдіңдер ме? Әкесі атақты профессор, ал өзі сондай қарапайым. Жарайсың, ерке. Номерімді қайдан алдың? Аманшылық па? Бұрынғы қарыздарды сұрайтын болсаң, бірден айтайын, кішкене жағдай болмай тұр. Ақша түссін, қайтарам. Иә, көрініп тұр. Әлі өзгермепсің.
Жарайды, шаруаға көшейін. Ұлың сенімен кездескісі келеді. Менімен ба? Не болып қалды? Осы уақытқа дейін ананы айтып, мынаны айтып, түрлі сылтау айтып кездестіргің келмеп еді ғой? Аяқ асты не болып қалды? Қазір бала өсті. Жасы 12-де. Әкесін іздейтін уақытта. Ал мен қаламайым. Әкесінің безработник, неудачник болғанын. Не істейін, мен сразу байып кетейін бе енді? Так, тыңдашы до конца. Мен сен ұлыңа, сені профессор, ғалым, химик, шетелде жұмыс істейді деп айттым. Жоқ, не үшін? Неге алдайсың баланы? Как ес, айтпайсың ба қандай екенімді? Мені қалай алдасаң, мен де сөйттім. Кезінде маған не деп едің? Профессормын, үйім бар, машинам бар, керемет өмір сүреміз деп айтпай па едің? Одан кейін не болды? Түк істемей үйде жатып алдың. Егер мен сенің сол бос сөзіңе сеніп, бәріне шыдап үйде отырсам, қазір мұндай болмас едім. Сенсіз де бәріне өзім жеттім. Не алдайсың енді маған? Ұлым сенімен кездескісі келеді. Оның ойындағы әке мүлде басқа. Сондықтан өз роліңді жақсылап ойнап берсең ғана болды. Тек қана бір ғана кездесу. Одан кейін шетелге кетіп қалды деп айтам. Ең болмаса оның ойында жақсы әке болып қаш, өтінем. Одан кейін үстіңе дұрыстап киім ал. Нормально обед алып іш. Ертең папаң Америкадан келсе, Қазақстаннан көшесіңдер ма? Білмеймін, көшетін шығармыз. Уақыт көрсетеді ғой бәріміз. Жақсы. Ешбір ару сенен асылмайды, сезімді өртенген бас алмайды, жүректі кілтенген ашылмайды. Сәлем Ерке. Сәлем. Не ой, біз ертең химиядан жарыс болатын еді. Сол эксперименттер өтсеміз. Папана сұрақтар қойсам бола ма? Е, қазір қойсаң болады ғой, босқа. Ару, сен апай іздеп отыр, тез баршы. Сен папаң точно профессор ма? Или өтірік ұрып жүрсің? Профессор. Ұлың сенімен кездескісі келеді дейді ғой, прикинь. Жолатпайтын еді ғой сенің қасына аманшылық па? Қайтадан қосылғысы келе ме екен, а? Қайдағы қосылған? Оның үстіне баламды алдаған, әкең профессор деп. Кездесуге профессорлер сияқты киініп кел деп тұр ғой енді. Барам деп айттым енді. Үндеген жоқпын. Бару керек шығар енді. Жақсы, хабарласамыз. Телевизор тыңдап тастайын. Жөндеп алу керек еді. Жоқ. Қазір келеді, амандасам, жағдайын сұрайым, и кетем. Бекер сияқты. Жоқ. Келді, амандастым, жағдайын сұрайым. Бекер... Ой, мынау. Келе жатыр ғой мынау. Әке, саған қайда жүрсіз? Іздедім ғой. Ешқақ кетпеңізші енді, әке. Әке, ошақта осы ғой, ошақта осы. Жоқ балам, жақында тағы жұмыстар бар екен. Солай ғой, Иә, солай. Ал, жайғасып. Тұрып қалдық қой, келіңдер отырыңдар. Балам, келе ғой. Ал, сендерді суретке түсіріп жіберейін. Ол жақта жұмысың болса, Қазақстанға келмейтін шығарсың, Ерке сабағын жақсы оқып бітіріп, саған өзі барады. Ал, қараңдар. Бұлай алайын. Тамаша. Тағы да. Болды. Папа,
сіз папа десем бола ма? иә енді дұрыс қой, папаң емеспін ба? Бүгін сіздің мектепке келетініңізді сыныптастарыма айтқанмын ғой. Сол кезде бәрі папаң қашан келеді, тез келсінші химиядан сұрағым бар еді деп. Оған дейін ондай болмап еді. Не ондай? Ё-майо, менде бір идея бар. Әрине сіздер келіссеңіздер еді. Қандай балам? Әкемнің жанында бір күн қонса бола ма? Балам, келгені бүгін ғана ғой. Мүмкін басқа күні шаруаларың бар шығар, иә? Менің бітпеген бір-екі шаруам бар, мен соларды бітірейін. Сосын. Папа, сонда мен сағынбадыңыз ба? Мен кім екенін білесіз бе өзі? Жарайды енді, бір күнде тұрған ештеңе жоқ қой. Бола бер. Рахмет. Иә.